Сен келерсің. Неге төменге түстіңіз, тәте? Өзің ғой хабарлама жіберіп осында шақырған. Мен сізге ешқандай хабарлама. Хан мырзаның әкесін жалғыз қалдырмау керек. Кімсің сен? Кімсің? Тоқта! Тоқта дейм. Не болды, Зоя? Тәте, мұнда біреу болды. Ол хан мырзаның әкесін өлтірмек болды. Мұнда не үшін келдіңіз, а? Хан мырзаның әкесінің тірі, не өлі екенін көруге ме? Әлгі адамды сіз жібердіңіз ғой. Кімді? Әй, бұлай өтірік айтып маған жала жабуды доғар, Зоя. Мен өтірік айтып тұрған жоқпын. Мінеки, осы жерде болғанын растайтын айғақ. Бұл сенікі де болуы мүмкін. Тәте, қауіпті ойын ойнап жүрсіз. Түсінемісіз? Есіңізде болсын. Бір күні ойыныңыздан от шығып жүрмесін. Бүгін менде дәлел жоқ шығар. Бірақ ертелі кеш міндетті түрде болады. Онда сол күні сөйлесерсің, қызым. Түсіндің бе? Маған таққан өтірік кінәратым бар ғой. Бүгін сол кінәраттың рас екенін өзіңе дәлелдеймін. Жоқ. Жібер мені. Жібер. Көмектесіңдер. Кешірші. Мен өрескел қателік жасадым, мойындаймын. Енді қайталамайым. Ант етейін. Өтінем, өмірімді ойрандамашы. Өтінем, жіберші мені. Өтінем, жіберші. Өтінем. Енді қорлықтың қандай болатынын түсіндің бе? Қаласам, тап қазір сенен кек алар ем. Бірақ мен жауымның өзінде сыйлайым. Сен сияқты пасықтыққа бармайым. Хумера өзің қыз бола тұра.
Қыздарға жасалатын ең ауыр қылмысты ойыншыққа айналдырдың. Жала жаппас бұрын? Тым болмаса осындай азапты бастан кешіріп жүрген қыздарды ойласаң қайтеді? Сен үшін бұл жай сөз ғана. Бірақ сол сөзің абыройымда айрандай төкті. Тәте, мен сенімдімін. Сол адамды Разия жіберген. Солай болуы да мүмкін. Одан бәрін күтуге болады. Құдайға мыңда бір шүкір. Рашид аман қалды. Бүгін сен оны тағы да құтқардың. Сенің де демалуың керек, қызым. Қашан көзілгенін бір Құдай біледі. Бар, ұйықтап ал, Зоя. Біз Рашидтің қасында боламыз. Тәте, сақ болыңыз. Одан бәрін күтуге болады. Түсінем. Әрине сақ болам. Бара ғой. Дәлелсіз ешкім оған ештеңе істей алмайды. Біз де полицияда. Дегенмен қырағы болу керек. Бұл не сұмдық? Шаруаны жөнді істей алмайсың ба? Мені мұқияттың да. Бүгін кездесеміз. Мен айтқан жерге келесің. Сол жерге. Оқиға басталған жерге. Түсіндің бе? Бұл жолы ешқандай қателікке жол бермейсің. Құдай-ау, қателеспесем, тәте сол қаскөймен сөйлесті. Оны құпия жерге кездесуге шақырды. Бірақ қайда? Оны аңдуым керек. Егер оны қылмыс үстінде ұстап алсам, одан асқан дәлел болмайды. Кеш батқан соң, оны көзден таса қылмауым керек. Оқиға басталған жерді өз көзімен көрейін. Сол дұрыс болар. Тышқан қақпанға түскен сияқты. Бұл шайқас тым ұзаққа созылды, Зоя. Енді мен бұған нүкте қоюым керек. Оқиға қалай басталса, солай аяқталуы тиіс. Қуыршақ фабрикасы. Мәссаған, тәте мұнда не істеп жүр? Бұл уақытта қуыршақ фабрикасына не үшін келді? Тышқан қақпанға түсті. Шаруаңды тыңдар.
Жоқ, бұл қызық емес екен. Шаруаны өзім соңына жеткізуім керек сияқты. Өзім. Өкінішті, Зоя. Өкінішке орай, әкеңмен қауышу арманың орындалмай қалды. Бірақ сен уайымдама. Мүлдем қам жеме. Уайымдама. Өйткені қазір мен сені марқұм анаңның қасына аттандырам. Бұрын тарих қайталанады деп естуші едім. Ал бүгін соған куә болғалы тұрмын. 17 жыл бұрын дәл осы жерде анаңның жанын алғам. Бүгін кезек саған келді, Зоя. Сен өмірімді ойрандауға бар күшіңді салдың. Бірақ Разияның түбіне жетем дегендер өздері жоқ болады. Ешбірі оңбайды. Бүгін сен де өміріңмен қоштасасың. Анаңа менен міндетті түрде сәлем айт, Зоя. Анашым, құтқаршы, өтінем. Анашым, құтқар мені. Зоя!
хан мырза. Әпке? Я Нихат. Міне жеміс салатын әкелдім. О, рахмет. Қане, жайғасып отырып же. Иә. Дәмді көрінеді. Иә. Najma kızım. Ne jep жатырсың? Жеміс салатын. Бұл не? Иісі жиіркенішті ғой. Көрш. Апа, мен салатқа тек қоюландырған сүт қостым. Оны маған өзіңіз бердіңіз ғой. Мен бе берген? Жүр, көрсетші. Жүр. Жүр. Жүр, әпке. Қане, көрсет. Жүр. Апа, бір минут. Қараңыз, осында қойған едіңіз ғой. Иә, осында қойғаным рас, бірақ сенің қолданғаның бұл емес. Мұнда ақ желімнің құтысын кім қойған? Құдай-ау, Нихат әйтеуір мұнан араластырмаған шығарсың. Жоқ, апа. Соның иісі мүңкіп тұр ғой, Нихат. Әпке, сенші маған. Өтінем мені дұрыс түсінші. Мен мұндай пасықтыққа бармайым. Олай істеп қайтем. Неге бұлай істейтініңді білмейм. Бір нәрсе былықтырмасаң тыныш жүре алмайсың. Сондықтан Наджманың бөлмесіне кіріп, салатты әдей тексердім. Түсіндің бе? Нихат, саған не болған? Осымен екінші рет қателік жасадым. Әпке, Құдайға шүкір, Наджма мұны жеген жоқ. Бүгін саған не көрінген білмейм. Егер қаласам, тап қазір сенен кек алар ем. Бірақ мен жауымның өзінде сыйлайын. Сен үшін бұл жай сөз ғана. Бірақ сол сөзің абыройымды айрандай төкті.
жүр. Сені лагерге апарып тастайын. Тағы бір айтарым. Бұдан былай ешкімге мұндай қатыгездік танытпа. Өйткені жігіттің бәрі Хайдер сияқты емес. Бұл сурет неге тағы да қисайып тұр? Суреттің артында бір нәрсе тұр ма? Не істеп тұрсың? Не істеп тұрсың? Апа, ештеңе істемедім. Тек суретті түзедім. Ол қисайып қалыпты. Артында бірдеңе тұрып қалған шығар деп ойладым. Суреттің қисайғанын көрдім. Бір нәрсе тұрып қалды дегеніңді түсінбедім, Нихат. Сен кет, өзім дұрыстаймын. Бар! Апа, суреттің артында не бар? Ешкімді оның маңына жолатпайсыз. Сіз бостан-босқа абыржымайсыз. Мұнда бір сыр жасырылған секілді. Құдайым-ау, Нихат. Олым сен сияқты қызға үйленгенше бойдақ жүргені артық еді ғой. Суреттің артында не бар дейсің, а? Ол өз орнында тұр. Қабырғаға ілулі. Құдайым-ай, мына есуасты қайтем. Осылай тұрып жүйкемді тоздырма, көзіме көрінбе, өзім-ақ түзеп қоям. Құрып кеткір. Сәл кешіксем ол жасырын есіктің құпиясын біліп қояр еді ғой. Ол мен әшкерелемес бұрын. Мен оның жынды екенін қалай да дәлелдеуім керек. Тез арада. Тәттілерді ал. Бүкіл көршілерге таратып шық. Мүлде қымсынушы болма. Егер жетпей қалса, мінекей ақша базарға барып керегін ал. Бүгін Разия өз қуанышын бүкіл әлеммен бөліскісі келеді. Тездет енді, бәріне таратып шық. Жарай ма? Бар. Әуелі мына тәттілерді таратуға себеп болған қуанышты хабарды растап алсаңыз қайтеді, тәте? Абайла! Мұнда тіпті желі де ұстамайды. Хайдар, жолды білем деп едің ғой? Әлде қашан таң атты. Ал біз әлі орманда адасып жүрміз. Иә, білетінмін.
Бірақ сені орманда ары бері қуамын деп жолда таппай қалдым. Қашпағанда не істеуім керек еді? Басқа таңдауым болған жоқ. Саған таңдау бері. Не үндемейсің, не өз жолыңмен кетесің. Құдайым-ай, сенмен сөйлесуге ынтығып тұрғандай, мен тек орманнан шыққым келеді. Сол үшін қасыңда келе жатырмын. Әйтпесе сені мен өмір бақи серуендеуге құмартып тұрғаным жоқ. О, тоба. Мұндай сөздерді тіпті қалжың ретінде де айтуға болмайды. Өмір бақи дедің бе? Өзімшіл болсам, саған көмектесу былай тұрсын түріңді де көрмесем. Жақсылық жасағаныңды міндетсің бе? Өзім ақ жолды тауып алам. Керемет шешім. Қош бол. Ол өзін кіммін деп ойлайды? Егер оған сабақ бермесем, Хумера атым өшсін. Жолды таптым. Таптым. Қайда? Жолды таптым. Ешқандай жол көріп тұрғаным жоқ. Қызық, қарасаңшы, ана жақта ғой, көрмей тұрсың ба? Қарасаңшы. Қайда? Жол таптым деп неге айғайлай бересің? Мен айғайлаған жоқпын. Өзің барып көр. Барсаңшы. Бара ғой. Қап. Тезек. Хумера. Ой, пырмай. Хош, естіладды ма? Жаман емес. Не болды? Неге мені бірінші рет көргендей қарап тұрсыз? Уайымдамаңыз, елес күндіз жүрмейді. Және ладду жемейді. Мен Зоямын. Аман есенмін. Және тірімін. Зоя дегеннің мағынасын білесіз бе? Өмір. Ал өмірді қию оңай емес қой, тәте. Зоя. Әй, қалай жарақаттанып қалдың? Тағы түн ортасында қайда кеттің? Сен маған тәте, шұғыл ісім бар, тез қайтам дедің, бірақ сол кей келмедің. Полицияға да хабарласпақ болдым. Батаңыздың арқасында алдыңызда аман есен тұрмын, тәте. Әйтпесе мына екеуі көзімді құрту үшін барын салды. Сен қайтадан бастадың ба? Қандай қызсың өзі? Күн сайын жаңа өтірік құрастырып мені кінәлайсың. Кеше Рашидті өлтіруге адам жалдадың дедің, ал бүгін көзімді құртқысы келді дейсің. Әй, менің басқа шаруам жоқ па? Айтайын ба? Бетіңіздің қалың болғаны соншалық, міз бақпай қалай өтірік айтасыз? Бірақ бүгін әдемі жүзіңіз бәрін әшкере етті. Реңіңіз әп-сәтте бозарып кетті. Мына түріңізден зұлымдық жасағаныңыз анық көрініп тұр. Бозармағанда қайтсын. Күні бойы жала жауып, адамға тыныштық бермейсіңдер. Ондайда кез келген адам бозарып кетер. Енді тыныштық бермейсіңдер деп, басқаларды өлтіру керек пе? Ей қыз! Тіліңді тартып сөйле. Солай ма? Жарайды. Тілімді тартып сөйлейін. Онда маған мынаны айтыңызшы. Кеше түнде маған не істедіңіз? Айтыңыз. Ұмытып қалдыңыз ба? Әлде тіліңіз байланып қалды ма? Жақсы, жарайды онда. Өзім айтайын. Кеше түнде тәте мені қуыршақ фабрикасында өз қолымен өлтірмекші болды. Доғар! Жетер осымен!
болды. Енді жүре алмаймын, шаршадым. Мен сені осында көтеріп әкелдім. Енді дәл солай көтеріп апарат деп ойласаң, онда қателесесің. Үмітіңді үзе бер. Сырт көзге артық көрінгеніңмен салмағың әжептәуір екен. Салмағым әжептәуір дейсің бе? Жарайды. Саған асылуға құмартып тұрған жоқпын. Қарным ашып кетті ғой. О, кешірім сұрайын. Түскі асыңды дайындауды ұмытып кетіппін. Не жейсің? Пиццаға тапсырыс берейін бе? Өте күлкілі. Егер қарным ашып есімнен танып қалсам, сол кезде мен арқалап жүруіңе тура келеді. Сондықтан қалжыңды қой да, бірдеңе ойластыр. Не істейін? Қайдан білем, бір нәрсе істе. Қаласаң мені жеп қой. Орманда ханшайым қарнап 7 түрлі ас алып жүрейін енді. Не болды? Қатты ауырды ма? Өзің ғой мені жеп қой деген. Зоя менің өмірім. Егер біреу менің өміріме көз тіксе, Құдай аға, мен оның көзін ойып алам. Оған қол көтердіңіз бе? Асат, осында ма едің? Иә, осындамын. Аяқталмаған ісім бар еді. Соны аяқтауға келдім. Разия Сыддық, не деп ойладыңыз? Зояның өміріне қауіп төндіргеніңізді ешкім білмей қалады дедіңіз бе? Рашид Ахмет ханға қуыршақ фабрикасын өртеді деп жала жаптыңыз. 17 жылдан кейін қастандығыңыз әшкереленген кезде оны өлтіруге тырыстыңыз. Мұны білмей қалады деп ойладыңыз ба? Асат! Жетер! Тым артық кеттіңіз. Тым көп қиянат жасадыңыз. Енді мен сөйлейін. Ал сіз тыңдайсыз. Сіз қылмыс жасадыңыз. Қылмысыңыз әшкереленді.
шегінерге жол жоқ. Енді жазадан қашып құтылмайсыз. Инспектор! Фильмді қазақ тіліне аударып дыбыстаған Астана телеарнасы 2025 жыл.